Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін енді біз өзіміздің жаңа үйімізге қарай бара жатырмыз. Қоныс той болып жатыр, оның үстіне жаңа жыл келе жатыр, бір жаңа жылғы елкамызды құрып кетеміз деген жақсы бір лебізбен. Қалайсыздар? Бүгін қоныс тойға кетіп бара жатырмыз. Қыздармен көптен бері. Қалайсыздар? Бүгін қоныс тойға кетіп бара жатырмыз. Елкамызды алып, мамаларға да, яғни енемдерге, Айбектің мамасы. Қойымызға сыймай тұр, және де экранға назар аударыңыз дегіміз келіп тұр. Дәл қазір біз байланысқа шықсақ, Айбек, Эдуарда. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Құттықтаймыз. Қадамдарыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қосылайық көрермендері, қатысушылар, Балауса ханым. Шынымен де енді өте қатты қуаныштымын, арманыма жеттім. Енді бәрі айтып жатты ғой, қашан той, қашан үйлену деген. Менің өзімнің осындай дүние жасаймын деп бір ауыздан шешім қабылдадым. Және ең бірінші Эдуштің ата-анасынан, әжесінен, жақындарынан қатты кешірім сұраймын, тіпті ештеңе айта алмаймын. Бірақ мен білемін, сіздердің қыздарыңызды Эдуштер әрқашан бақытты етемін. Және аманатын етіп алғаннан кейін Алла бұйырса әрқашанда аялап, қолымды ұстап өтуге уәде беремін. Өте қатты қуаныштымын. Қадамыңыз құтты болсын. Эдуарда, ақ жаулық тағып, ақ келін атануыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізді көріп, толқып тұрмыз. Қазір осы бір ақ жаулық таққан кейпіңізді көріп, шын жүректен құттықтаймын. Орамалыңыз құтты болсын. Қандай сезімдесіз? Келісім бердіңіз ғой? Мен қобалжып тұрмын, қазір еш нәрсе айта алмаймын, бірақ бақыттымын, келісіммен болды барлығы. Иә, енді отбасыларыңыз, үйдегілер қуанып жатқан шығар. Иә, бүкіл ата-аналарым, бүкіл туған туысым, бәрі үйде, бәрі бізді күтіп отырды. Біз жаңадан бері негізінде именно бүгін деп мен Эдушқа айтпаған болатынмын, бірақ өзіне ескертіп жүрдім. Негізі бар бұрыннан бүкіл халыққа да бәрін айтып жүрдім ғой. Мен үйленіп тез кеткім келеді, себебі ұзақ уақыт жүрген сайын менде де өзімде жан-жақта семейный адамдарды көрген сайын кішкене жүрегім бірсін оқап, сондай моменттер көп болып жүрді. Қашанғы қызбен болса 4 ай бұрын мен машинада отырып жылағам, қимай. Енді біздің жолда осы 2 жылға менің сүйікті де сүйкімді жолыма бұйырыпты. Шын жүректен екеуіңнің ерлі зайыпты болғандарымен құттықтаймын, бақытты болып кетіңдер. Жаным ал өте үшінші болып. Ал бақытты болсын достар. Жақсы көремін екеуіңді. Семейный болып прям официально араласамыз, Алла қаласа. Көрінбеңдер. Шешіп қашып кетіпсің, құттаймын. Бұлғым деген мен өзім танымаймын ғой. Келініміз қайда? Алыстырма. Айнадан қарасың дейді. Келе жатыр ма? Иә, келе жатыр. Қай бірін бөліңді? Қос. Әлі емес, қоспа. Қоспа, әлі емес. Уайнап тұрып, Алла. Марғай жетті. Ура! Эдуарда, непорядка. Kızlar buraya
Эдуардға шок. Зарикоштан өзіміздің лахмет деп подаркал. Распаковка сұрап тұр ғой мынау. Асықпай бүйтіп шай ішіп отырып көретін болып тұр. Мына жерде не бар екен? В общем, көретін боламыз. А еще ертеңге бір жақсы жаңалығым бар. Ертең бұйырса, бүгін қазір бір нәрсе түсіріп үлгерсек, ертең менің екінші каверім шығады. Қалай атымды қалдым? Атқандай. Күзгі қайың, көктемге де жету ғой біздің уайым. Болды, короче. Ал кеттік, arrivederci.